Саламатсыздар ма, балалар? Алматы облысы, Райымбек ауданы, Саржас кәсіптік техникалық колледжінің балалар кезекті биология пәнінен қашықтықтан оқыту сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы органикалық дүние эволюциясының негізгі бағыттары мен жолдары. Сабақтың мақсаты органикалық дүние эволюциясының негізгі бағыттары мен жолдары туралы ұғым қалыптастыру, студенттердің макроэволюцияның негізгі және жанама дәлелдемелер туралы білімдерін жаңғырту және тереңдету. Күтілетін нәтиже органикалық дүние эволюциясының негізгі бағыттары мен жолдарының мағынасын біледі. Органикалық әлем эволюциясының басты бағыттары екі бағытта жүреді. Биологиялық регресс түрдің жойылуына апарса, биологиялық прогресс түрдің кеңеюіне алып келеді екен. Биологиялық прогресс үш түрлі жолмен жүреді. Араморфоз, даралардың құрылым деңгейі күрделеніп, тіршілік етуге бейімділігі арта түседі. Мысалы, организмдердің судан құрлыққа шығуы, тірі тууы, сүтқоректілердің дене температурасының тұрақтылығы. Идеадаптация, биологиялық құрылым деңгейін күрделендірмей, өзгертпей, тіршілік үшін күресте организмдердің өзіне пайдалы, белгілі бір орта жағдайына бейімделушілігі, мысалы, жануарлардағы қорғаныш рем. Дегенерация немесе морфофизиологиялық регресс эволюциялық дамуында қарапайымдала түсу деген ұғымды білдіреді. Мысалы, жер асты жануарлары, көртышқан, үңгір, протей, терең суасты организмдерінің мүшелерінің жойылуы немесе қарапайымдануы. Эволюцияның басты бағыттары биологиялық прогресс және биологиялық регресс. Қоршаған ортаға организмдердің бейімделушілігінің артуы, қоршаған ортаға организмдердің бейімделушілігінің кемуі. Биологиялық прогресте түрлер саны артса, биологиялық регресте түрлер саны азаяды екен. Биологиялық прогресте ареал кеңейсе, биологиялық регресте ареал тарылады екен. Эволюциялық әрекеттің бағыттарын Северцев және Шмальгаузен деген ғалымдар зерттеген екен. Биологиялық прогрестің жолдары жүректің күрделенуі, яғни араморфоз процесі. Жануарлардағы араморфоздар омыртқалы жануарлардың мүшелер жүйесінің өзгерісін көрсетеді. Омыртқалылар класының өкілдері балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар, құстар және де сүтқоректілер. Олардың сыртқы жабындарындағы тыныс алу мүшелеріндегі жүрегінің құрылысындағы күрделену процесін көріп отырмыз. Араморфоз организмдердің жалпы құрылым деңгейін күрделендіріп, жоғары сатыға көтеру. Архей эрасындағы араморфозды қарастыратын болсақ, яғни фотосинтез процесі, оқшауланған ядро прокариоттарда, прокариоттар туралы айтуға болады, оттегімен тыныс алу процесін айтуымызға болады. Латимерия саусақ қанатты балық, яғни ихтиостегі құрлыққа шығу. Қосмекенділердің пайда болуын айтуымызға болады. Идеадаптация организмдердің жеке бейімделу шешімін арттырады, бірақ организмнің құрылым деңгейінде ешқандай өзгеріс болмай, сол қалпында сақталуы. Дегенерация даралардың құрылым деңгейін төмендетіп, биологиялық регресске алып келеді. Көріп отырғандарыңыздай, көртышқандағы көру процесі, аскаридада ас қорыту процесінің жойылуы немесе қарапайымдану процесін айтуға болады. Негізгі араморфоздар фотосинтез, атмосферада оттектің пайда болуы, эукариотты жасушалар,
жасушада ядро мен органоидтардың пайда болуы. Жыныс процесі. Жасуша арасында генетикалық ақпараттың алмасуы. Көп жасушалылық. Көп жасушалы организмдердің шығуы. Балалар, сіздерге үйге берілетін бекіту сұрақтары. Эволюциялық процестегі бағытты кімдер ұсынды? Бұл бағытты атаңдар. Биологиялық прогрестің жетістікке жету жолдарын атаңыздар. Биологиялық прогресс пен регресске сипаттама бер. Араморфоз, идеадаптация, дегенерация дегеніміз не? Өсімдікке тән, жануарға тән араморфоз белгілерін көрсетіңіздер. Өсімдіктердегі, жануарлардағы идеадаптацияға мысалдар келтіріңіздер. Дегенерацияға мысалдар келтіріңіздер. Рефлексия. Білемін, білдім, және де білгім келеді. Балалар, осы арқылы менімен кері байланыс орнатасыздар. Назарларыңызға рахмет.